Ассалаумағалейкум, құрмет көрермен. Алдағы демалыс күндері осы жылғы Қазақстан ММА үшін ең қызықты жекпе-жектердің бірі Саламат Избуллаев, жеңіліп көрмеген қазақстандық спортшы AJ Маккиге қарсы PFL-дің басты жекпе-жегінде өнер көрсетеді. Бүгін сол жайлы сөз қозғаймыз. Ең алдымен менің арнама қош келдіңіздер әрине. Алғашқы рет келіп жатсаңыз жазыла отырыңыздар. YouTube ондайды жақсы көреді. Маған да қанат бітіретін дүние сіздердің бұл арнада белсенді болуларыңыз. Одан бөлек әлеуметтік желілеріме шақырамын. Дәл осы видеоның астында сілтемесін қалдырамын. Telegram, Instagram парақшаларыма тіркеліп отырыңыздар. Әсіресе Telegram, ол жерде жекпе-жек жайлы жиірек жазып тұрамын. Ал Избуллаев Макки жекпе-жегіне келетін болсақ, ең алдымен енді матчмейкерлерге таң қаласың, иә? Небәрі енді бірінші жекпе-жегінде бірден Хосе Пинеданы береді. Бұрынғы PFL-дің чемпионы, Гран-придің жеңімпазы. Екінші жекпе-жекте енді UFC-ден тыс дәл осы 66 елде ең үздік әлемдегі файтерлердің бірі AJ Маккиді береді. Беллатордың бұрынғы чемпионы, әлі де бір шау баспаған, қартаймаған, Саламатпен жасы бірақ жас айырмашылығы. Әлі де бір бабында жүрген әлемдік атлетті береді. Саламат енді бұлай өткен жолына қарасаң, бұл әлі проспект, яғни оппозицияда үлкен бір серпін бар да, мына деңгейден бірден 4-5 саты жоғары секіріп кетіп жатыр. Бұл қаншалықты әсер етеді жекпе-жекке, сол маңызды. Жалпы бұны да тіркеп отырайық, яғни бұл жерде екі нәрсе бар. Не болмаса матчмейкерлері өте риза және тәнті Саламат Избуллаевтың өнеріне. Не болмаса олар Саламат Избуллаевты жақтырмайды, керісінше. Яғни өнерін көріп, мына жігіттің потенциалы зор екен, Маккиді берейік онда дегендей, не болмаса, мына жігіт болмайды, құрту керек карьерасын. Маккиді берейік, Пинеданы берейік деп ойлауы мүмкін. Міне сондай бір екі ұдайлы пікір деуге болады. Енді жекпе-жек жайлы сөз қозғап көрейік. Саламат Избуллаев бұл қолынан барлығы келетін адам. Аяқ қолмен соққы, клинч, күрес, грэплинг. Шынымен де ММА-дің қазір жаңа толқыны. Жалпы ММА эстетикасы не деп сұраса сіздерден, Саламат Избуллаевтың хайлайттарын көрсетуіңізге болады. Мен жеке өз басыма бұл жігіттің өнері қатты ұнайды. Яғни жекпе-жек өткізу мәнері, шеберлігі, яғни skills дейді ғой, яғни соққы, тікелей соққы жасау, күресу деген сияқты, соны қалай жасайды. Екіншіден, алаңның ішінде, октагонның ішінде өзін қалай ұстайды. Өзіме қатты ұнайтын нәрсе. Қатты қобалжымайды. Эмоция деген мүлдем жоқ. Кейде енді эмоция мүлдем жоқ дегенде бір маньяктау біреу деп қалуыңыз мүмкін, бірақ бұл факт. Қарасаңыз, негізі эмоция бермейді. Өте салқын қанды. Сосын оның сол бір эмоциямен де байланысты шығар, Саламатты сипаттай жататын болсақ, бұл осы уақытқа дейін қарсыластарының барлығын, мен 10 жекпе-жектің 8-ін өзім жүргіздім кәдімгідей, бүйтіп октагонның алдында отырып, қалған екеуін көрдім, тікелей эфирде отырып көрдім. Барлығын Саламат өз ырқына көндіреді. Яғни жекпе-жек басталған кезде бізде не басталады ең алдымен? Бір-бірін тексереді, барлайды, кім қандай жоспармен шықты, кім не істейді дегендей. Сол кезде алғашқы 1-2 шабуылдан кейін қарсыластары Саламаттың бір ырқына көніп, соның бір темпімен, соның бір қадам алысымен бірдей жүріп кетеді. Міне осындай бір ерекшелігі бар жекпе-жектеріне, назар аударыңыз. Маған қатты ұнайтын нәрсе осы. Тізбектеп өткен дүниелер енді негізінен қолынан барлығы келеді. Минус не Саламатта, қалай дегенмен? Тәжірибе деген дүниені ММА-де есепке алу керек әрдайым. Оны бізге Шон Стрикланд, Джастин Гейджи деген жігіттер дәлелдеп кетті. Қанша жерден қартайып тұрса да, қанша жерден дәурен өткен адам деп тұрсаң да, ММА-де тәжірибе деген нәрсені ұмытпау керек. Қаншама қырғын төбелестен өткен адам AJ
Макки жеңілісті де көрді, бірақ 5 раундтық, 3 раундтық тәжірибесі мол. Саламатта өкінішке қарай 3 раундтық тәжірибе жоқ, және Америкаға барып бірден осындай бір серпін жасап, секіріс жасап, бірден мейн ивентке шығу, бұл абырой әрине сөзсіз. Бірақ екінші жағынан бұл жүк. Үлкен жүк, соны ұмытпайық. Бұл жүкке іштей өзінің психологиясы қалай төтеп береді, сол маңызды. Сосын сол баяғы раундтар санының аздығы. Жоғары темпте толықтай тіпті 3 раунд жекпе-жек өткізе алады ма, жоқ па? AJ Маккиге кіріс. Маккидің жағында тағы не бар? Бұл жігіт өте ірі, денелі, 70 келіде төбелескен. Саламаттан енді статистикасын қарадым, енді өмірде көрген жоқпын Маккиді, бірақ статистикасына қарасақ біршама бойы да ұзын, қолы да ұзын. Және негізінен AJ Маккидің Саламатқа ұқсастығы зор. Екеуі стилистикалық тұрғыдан өте ұқсас. Екеуі де креативный ударник деген түсінік бар, сөз тіркесі бар ММА-де. Яғни креативті соққы бір бағыттайтын, аяқта тұрып айқасатын адам. Жоқ жерден бірдеңе ойлап табатын адам. Міне, екеуі де сондай. Екеуі де күресті тәп-тәуір меңгерген, және жай ғана бір ММА күресті емес, кәдімгідей кішкене тереңірек кірген күреске, үңілген. Түрлі подхват деген дүниелер бар, аяқтан шалу, іліп алу деген нәрселерді жақсы жасайды. Саламаттың тағы бір ерекшелігі, бұл негізінен артық нәрсе жасамайтын адам. Артық соққы, артық қимыл деген жоқ. Барлығы есеп-қисапқа салынып жасалынады. Міне осындай ерекшелігі бар. Тәжірибенің жетіспеушілігі өте қатты рөл ойнайды. Өте қатты рөл ойнайтын не тағы да Саламатқа қарсы? Бұл өзіне үйреншікті позицияда емес, Америкада маңайында бұрын соңды дайындаған не бапкер, не спарринг серіктестер жоқ. Осының барлығы үлкен тексерістен бөлек бір кедергі. Кішкене жеңіске бүйтіп қол созып отқан кезде арттан сені тартып тұратын нәрсе де. Кішкене сенің жеңіске деген құлшынысыңды тежейтін дүние. Міне осылай да айтып көрейік, жарайды. Мен ойымша жекпе-жек негізінен аяқта тұрып өткізеді жігіттер. Избулаев қатты бір қарқынды көтермей, бір мәнерде толықтай 3 раунд өтуге дайын болады. Негізінен AJ Маккиді барлығы тойған жігіт деп айтады. Және негізі бұндай оймен де келісуге болады. Кезінде UFC-ге де аз ақша төлейсіңдер деп бармай қойғаны бар. Сондықтан бәлкім енді Беллатордың чемпионы болған адам, титулды ұстап көрген адам, ондай бір амбициясы жоқ. Фикс, белгіленген бір мөлшерде гонорары бар, сол гонорар үшін төбелесіп шықса болды. Міне, бұл жауынгер үшін өте қауіпті нәрсе. Бұл осымен көндігу. Міне, болды. Менің белгілі бір мөлшерде гонорарым бар. Осымен нәтиже жеңіс бола ма, жеңіліс болады ма, бұл гонорардан кейін екінші орында тұрған нәрсе, көрдіңіздер ме? Сол нәрсе қатты рөл ойнауы да мүмкін деп ойлаймын. Сәл басымдылықты қалай дегенмен AJ Маккиге берем. Сәл басымдылық, төрешілердің факторы бар, AJ Маккидің атақ даңқы бар деген сияқты. Осы нәрселер менің ойымша қатты рөл ойнайды. Өз басым бәсекелестік өте жоғары тартыс жекпе-жек күтемін. Сондай бір жақты болады деп ойламаймын. Саламат, сөзімді жалғайтын болсам, бұл бір қарқында аяқта тұрып өткізуге тырысады, және негізден AJ Маккидің өзі де қатты күреске ұмтыла бермейді. Күреседі, күресті көп қолданады, бірақ дәл осындай жекпе-жектерде күреске бара қоймайды деп ойлаймын, өйткені салмақ көп қуат, 66-ға қайта оралып жатқан жайы бар деген сияқты. Сондықтан кішкене күрестен алшақ жүруі де мүмкін. Қалай дегенмен бұл қазақ ММА үшін осы жылғы ең бір үлкен қызықты жекпе-жектердің бірі. Енді бұл жекпе-жекте жеңіске жетіп жатса, Саламат онда ары қарай болды. Қалмады ешкім. Ары қарай тек қана титулды жекпе-жек болды. Басқа ешқандай вариант қалдырған жоқ. Сонысымен қызықта жаңағы тізбектеген фактормен бұндай айқас. Енді менің есімде Қазақстандағы бізден шыққан жігіттердің
былай өзі шетелдік лигасында тез өрлеп кету алғаш рет. Бұндай бір серпін мен ешқашан екі-ақ жекпе-жек, бір-ақ жекпе-жек, иә, бір жекпе-жектің құдіреті оның өзі Пинеда бірден бұрынғы чемпионды берді. Бұндай серпінді мен бұрын соңды көрген жоқпын. Бұны PFL-дің берген бір үлкен авансы деп қабылдайық. Және сол авансты енді Саламат Исбуллаев ақтау керек. Магидотса бұл 100% әлем ММА-ның элитасы. Бұны барлығы білетін болады. Өйткені білдей бір топ 3-ке кіретін лиганың Америкадағы бас жекпе-жегінде әлемдегі бұл салмақта ең мықты жігіттердің бірін ұтып жатса, болды, басқа уәж қалмайды. Басқа уәж жоқ. Міне, бұл жекпе-жекке қатысты менің ойым осы. Маған керек енді сіздердің ойларыңыз, бұл айқас жайлы, бұл жекпе-жек жайлы не дейсіздер? Бұл жерде менің айтылған ой пікірім жайлы не дейсіздер? Келісесіздер ме, әлде Исатай сен қуып кеттің дейсіздер ме? Соның барлығын жазыңыздар. Шама келгенше жауап берейін. Дәл осы видеоның астына комментарийде талқылайық.